Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ал бізде бүгін көптен күткен фирмовар сумкасын тігетін боламыз. Мынау 35 сантиметрлік фетр. Осы фетрден жоқ дегенде 2 сумка шығады. Сондықтан мына сумканың лекалысы болу керек. Өзіңізбен бірге осы лекалды осы жерге қоямын. Мына жерде көрініп тұр ма, көрінбей тұр ма? Осыны осылай бастырып шығам, бүйтіп. Сосын барып, мынаны былай бастырам. Мына қолдан ойылған лекалдар бәрі. Лекал жасау өте оңай негізінде. Фирмовар деген темірі мынандай болады. Осы фирмовар темірді осыған қойып, сызып аласыздар. Сосын барып жаңағындай сызып алып, осы жерлерін ұзындықтары екінші видеомда көруге болады. Ал енді осы фирмоварды лекалысын сызайын. Мына жерге қалай сызатынын көрсетейін. Осылай қойып аласыздар да. Екіншісін осы жерге қойып аласыздар. Тап солай етіп сызып аламыз. Астындағы астарды да тап сондай матаға сызып аласыздар, тап солай етіп. Енді кесетін боламыз. Мына фетрді осылай кесіп алдым. Мына фирмовар осылай. Міне, осылай жату керек фирмовар. Енді осыған біз клеевой ткань жабыстырамыз матамен бірге. Паутина, қазір көрсетем. Мына жерде деген мынандай паутина кесіп алдым, тап сондай размерде паутина мынау. Осы паутинаны бірдетіп кесіп аласыздар. Үстіне қазір мынандай қара велюр ткань кесеміз тоже тап сондай етіп. Қара велюр осылай қойып кесіп аламыз. Ал қыздар, мынаны өтектеп жатырмын. Паутинасы бар міне. Мынаның үстінде паутинасы бар. Осы жерге қоям. Мерсе паутина кішкене жалау кетті. Өтекті қыздырып қоямыз. Мына қара велюрді үстіне қоямыз.
Қара үйлерді қойдық, енді үтіктейміз. Үтіктелді. Енді бізге осыны ровно серединке қалады. Осы жерге бояуды бояп береміз. Çıktı. Енді астарына осындай матам бар специально. Қымбат мата астарлық. Осы матадан кесіп аламын. Қыздар, енді мынаны тігеміз. Ол үшін бізге не істеу керек? Осылай екі бүктеп теңбе-тең етіп. Мына немізді, фермуарымызды қоямыз. Осылай қақ ортасына қойып, примерно тігетін жерімізді осы жер деп санаймыз. Осы жерге дейін тігеміз. Мына жерде тігеміз, сосын мына жерде тігеміз. Набили планшеты воспринимались. И что ты видишь? Высота машин. Бәрін тікіп енді мынаны осы жерін. Енді мына жерге келеміз. Қатылау бар екен. Этим сумку войдет плывы. Да, там твой пьем. Ну, оставим. Ну, я вам пьем. Бежам, как пойдем.
Мына жерге ашып қалдырдым. Ал. Енді осыны істейміз. Енді мына жерден бастап кетеміз ауызын ішіне қарай. Мына жерден тай кесіп жіберейік. Сол болмау үшін. Успешно кушали. Еще не все пожалуйста. Потом сжал опять. Қыздар, міне осылай тігіп алдым. Енді мына ішін ашып қалсаңыз, міне мынаның бәрін енді тігетін боламыз. Мынандай леска жіппен тігіп жатырмын. Осындай жіп болады, специально көрінбейтін жіп. Сол жіппен тігіп отырмын. Мына бүкіл тесігінен өткізіп шығарасыз өйстіп. Тартып отырып. Сосын сол өткізген тесігіңізге кергіргіз. Осылай етіп. Сонда мына артындағы не көрінбей қалады. Машинкаңыз сияқты ұшады. Осының бәрін осылай тігіп шығасыздар. Мына именно мына бір тігіс шықты ғой, соның қасына прям инен тықсаңыз өзі шығады бері қарай. Тартып отырып осылай етіп. Бөлмеймін. Мына екі шеттерін, осындай мынандай екі шеттерін екі рет үш рет тігіп жіберіңіздер осылай. Сенімді боласыздар ол бөлуде. Үзіп қалмайтындай етіп. Үзілмей үзілмейді, кемір жіппен қатты. Сосын менде мынандай не бар? Оймақ бар, оймақпен осыған удобно кигізіп алуға. Осындай оймақпен тігемін. Ал қыздар осындай әдемі сумка болып шықты. Свет өшіп қалды, телефоным мына бәрін бүлдіртпей тігіп тастадым, мына жанындағысын. Өте әдемі шықты. Былай жалады. Мына бір жері былай ашылады, былай жалады. Осындай әдемі сумка шықты, ручной работа. Мына жердің бәрін қолмен тігілген. Қараңғыдан дымы көрінбейді.